7 ғасырда бір адам өзі жалғыз бүкіл әлемді мәңгі өзгерткен оқиғалар тізбегін бастаған. Исламның негізін қалау арқылы Мұхаммед пайғамбар кең байтақ араб түбегін мекендеген қалың елді біріктірді. Бұларға бір жағынан көшпелі бадауи тайпалары, ал екінші жағынан Мекке мен Мәдина секілді қала тұрғындары да кірген. Мұхаммедтің заманына дейін бұл аймақ екі алпауыт күш Парсы және Византия империяларының көлеңкесінде болған. Алайда Мұхаммед дінмен қатар мықты мемлекеттің де негізін құрды. Ордасын Мәдина қаласында тіккен Ислам империясы әлемдегі ең құдіретті күштердің біріне айналды. Кезінде Меккені билеген Құрайш тайпасынан шыққан Мұхаммед кемел көшбасшы болған. 632 жылы қайтыс болғаннан кейін оның мұрагері кім болу керек деген дау мәселе шықты. Пайғамбардың сахабалары оның жолдасы мен қайын атасы Әбу Бәкірді сайлап, оған халифа, яғни пайғамбардың орынбасары атағын берді. Алдағы 30 жылдың ішінде Құрайш тайпасынан шыққан 4 халифа Арабиядан тыс кең аумақтарды және соның ішінде қуатты көршілері Парсы мен Византияны бағындырған. Бірақ империя территориясы кеңейген сайын, оның ішіндегі тартыс пен дау-дамайлар көбейіп, азаматтық соғысқа келді. 4-ші халифа Әли бүлікшілердің қолынан қаза тапты. Біраздан соң билікке Құрайш тайпасындағы Мұхаммедтің руына бәсекелес болған Умайя әулеті келді. Олар империяның аумағын қазіргі Испаниядан Үндістанға дейін ұлғайтып, Астананы Дамаск қаласына көшірді. Алуан түрлі халықтар мекендеген соншалықты кең байтақ империяға қақтығыс пен бөліну қаупі төнген. Умайядтар бұл мәселені бағындырылған елдің басына арабтан шыққан шенеуніктерді қоймен шешті. Бірақ жергілікті халықтың дәстүрлі әдет-ғұрыптары мен діндеріне тиіскен жоқ. Араб тілі бүкіл мемлекеттің саясатын біріктіретін әкімшілік іс жүргізу тілі ретінде қолданылғанымен, күнделікті өмірде адамдар өздерінің туған тілдерінде сөйлей берді. Алайда бұқара халықтың көбі Умайя әулетіне наразы болған. Халықтың бұл наразылығын пайғамбардың ағасы Аббастың ұрпақтары пайдаланып, оған қарсы көтеріліс бастады. Оны негізінен арабтардың билігін қолдамаған парсылар мен шииттер басқарған. Бірнеше жылға созылған соғыстан кейін Умайя әулеті тақтан тайдырылды. Сөйтіп 750 жылы Ислам халифатының тағына Аббас әулеті отырды. Өздерін жаңа билеушілер ретінде көрсету үшін олар Астананы жаңадан салынған қала Бағдадқа көшірді. Азақ уақыттың ішінде оның халық саны 2 миллионнан асып, Бағдад дүниенің ең үлкен қаласына айналды. Сауда жолдары арқылы оған белгілі әлемнің түкпір-түкпірінен тауар мен құлдар ағып жиналды. Византия, Парсы, үнді және араб мәдениеттері араласып, өнер мен ғылымның өрлеуіне және исламның алтын ғасырына әкелді. Ал осының бәріне билігін жүргізіп отырған халифалардың байлығына есеп болған жоқ. Аббас халифатында мұрагерлік заң болмаған. Қайсысының күші басым болса, бұрынғы халифаның ағасы, інісі, баласы демей таққа сол отыратын. Әскер басылар, халифаның әйелдері мен күңдері, үкімет шенеуніктері бәрі де қазынадан өздерінің үлестерін талап етті. Халифа билікте қалу үшін айналасындағыларға тәуелді болғандықтан, сарайдың іші фаворитизм мен жемқорлыққа батты. Сарайдың сыртындағы қарапайым халық биліктегілердің әрекеттері исламға қайшы келетінін көріп, халифаға деген сенімін жоғалтты. 1258 жылы Бағдадқа Құлағу ханның әскері шауып, қаланы жермен жексен етті. Монғолдар тұтқын халифаны кілемге орап, үстінен 1000 жылқы айдап өлтірген. Және кітапханадағы мыңдаған жазбалар өзенге тасталғанда, өзенді қара түске бояған деседі. Бағдадтың күйреуі халифа билігі ғасырлар бойы әлсірегенін және мемлекеттің аймақтарындағы әмірлер мен сардарлар орталыққа бағынбай, барлық салықтарды тек өзінің билігін күшейтуге жұмсағанын көрсетті. Бір тұтас Ислам империясының уақыты өткенімен, оның мұрасы болып қалған араб тілі, ислам және ұлы мұсылман ғалымдарының идеялары әлемде өшпес ізін қалдырып кетті.